Сәлем достар, бүгін сіздер назарларыңызға өте тез дайын болатын кешкі астың рецептін ұсынамын. Сондай-ақ бүгінгі видеода осылай күрішті ұнтақтап, яғни рассыпчатый етіп пісірудің де құпиясымен бөлісетін боламын. Сол себепті видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен күрішті 2-3 қайтара жуып, тазалап аламыз. Сонан соң оның үстіне бір ас қасық осындай магги роллтон деген приправадан қосамыз. Және де 1 шай қасық тұздан. Енді ол сіздің күріштің мөлшеріне қарай қоса бересіздер. Жақсылап тұрып енді күрішті араластырып аламыз. Күрішті осындай қазан, таба немесе жаңа осындай табаны қалыңдау осындай кастрюльге пісірсеңіздер де болады. Кастрюлімізге осындай 20-30 граммдай сары май және де 2-3 ас қасық сұйық май қосып, екеуін араластырып, табамыз қызғанша күтеміз. Енді үстіне жаңа дайындап қойған күрішімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жаңағыдай май осы күріштің барлық шетіне тиіп тұратындай етіп араластыруымыз керек. Ол шамамен 1-2 минуттай араластырамыз. Сонан соң үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Суды құйғанда осындай дауыс шығуы керек. Енді шамамен суымыз күрішті 1 сантиметрдей жауып тұру керек. Бірденнен енді қақпағын жауып, газдың астын ең төменгі жаңағыдай неге қойып қоямыз. Солай бізде шамамен 10-15 минутта біздің күрішіміз әдемі болып бұқтырылып, өзі жаңағыдай дайын болады. Біздің күрішіміз дайын болғанша, оған жаңағыдай подливын дайындаймыз. Менде бұл жерде тауықтың төс етін алдым. Тауықтың төс етін осындай үлкендеу етіп, ірі кубиктерге турап аламыз. Артынша осындай 2 тісше сарымсақты өте майдалап турап аламыз. Табамызға кішкене май құйып қыздырып алған соң, жаңа тауықтың төс етін салып, араластыра отырып қуырамыз. Біздің етіміз осылай жан-жақ ағарып пісе бастаған кезде, жаңа дайындап қойған сарымсағымызды салып, және тағы да бір араластырып қуырамыз. Сарымсақ біздің етімізге өте ерекше әдемі дәм береді. Орташа отта осылай қуыруды жалғастыра береміз. Ендігі кезекте жарты пияладай салқын суымызға 1 шай қасық кәдімгідей жүгері крахмалын қосып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Біз етімізге ешқандай тұз қоспаймыз, себебі осындай соя тұздығын жаңағыдай салған соң тұзы жеткілікті болады. Шамамен 4-5 ас қасықтай соя тұздығын қосамыз. Және бағана дайындаған осы крахмалды суымызды да қосып, жақсылап бір араластырып, бетін жауып қоямыз. Бір қайнаған соң оттың астын жай қойып, осы кастрюлеміздің бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Шамамен 5-10 минут бұқтырылған соң біздің жаңағы подливіміз дайын болады. Ал мына жерде біздің күрішіміз дайын болды. Қараңыздар қандай әдемі және рассыпчатый болып піскен. Сіздер дәл осы әдіспен пісірсеңіздер, күріштеріңіз осындай әдемі болып пісетін болады. Шашыраңқы болып. Және көп адамдардың қателігі бірден салқын суға салып пісіреді, сонда ол ботқа секілді жабысып қалады. Ал осындай үгітілмелі болсын десеңіз, дәл мына видеодағыдай жасасаңыздар, сіздерде де осындай болып шығады. Ал енді әдемілеп тұрып, осы тәрелкеге тамағымызды ұсынсақ болады. Ал достар, біздің тамағымыз дайын болды. Өте әдемі, өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай подачамен берсеңіздер, үйшілеріңіз қуанып қалады. Менің өзім балаларым осындай күрішті өте жақсы көреді. Мен кез келген подливпен ұсына беремін.
тіпті асығып тұрған кезде осы күрішке жанына сосиска мен жаңағыдай жұмыртқа қуырып берсеңіздер де ол да өте дәмді болады. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.